Бәріне сәлем достар. Біз бүгін 6-шы сыныптың қазақ тілінің 7-ші тарауының 7-ші параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бокс заңдылықтары. Бірінші тапсырмада айтылыпты, мәтіннің негізгі қосымша детальді ақпараттарды табыңдар депті. Біз мәтінді оқымай-ақ астындағы сұрақтарына тезде жауап бере берейік. Сіздер бірінші мәтінді оқып алыңыздар, ал мен астындағы сұрақтарына жауап бере берейік. Бізде бірінші сұрақта айтылыпты, Серік Қонақбаевтың қандай жетістіктерін білесіңдер депті. Ал екіншісінде Дональд Халл Серіктерді неге бокс профессоры деп атады. Бірінші сұрақтың жауабын жазамыз. Мәскеу Олимпиадасының 1980 жылғы күміс жүлдегері, Еуропа чемпионатының 2 дүркін жеңімпазы, әлем кубогының 2 мәрте жеңімпазы, КСРО-ның 4 дүркін чемпионы деп жазып аламыз. Енді екінші сұрағының жауабы. Өйткені Серік Қонақбаев рингте ерекше техникасымен, ақылдылығымен, шеберлігін көрсетіп, қарсыласын дәл соққыларымен жеңе білді. Оның тактикалық ойыны жоғары деңгейде болған. Бізде екінші тапсырмада айтылыпты, қазақ боксы мен боксшылар туралы сұхбат құрып пікір алмасыңдар депті. Оның астында ортақ жетістік айтылыпты. Оны өздеріңіз оқып, өздеріңіз түсінесіздер. Сұхбат құруға былай жазып аламыз. Қазақ боксы туралы не ойлайсыз? Қазақ боксы әлемдік деңгейде жоғары бағаланады. Біздің боксшылар техникасы мықты, шыдамдылық мен тактиканы жақсы қолданады. Қазақстан шыққан мықты боксшыларды атай аласыз ба? Әрине, мысалы Серік Қонақбаев, Василий Жиров, Бекзат Саттарханов, Геннадий Головкин, Қанат Ислам, Серік Сапиев сияқты әлем чемпиондары мен олимпиада жүлдегері бар. Қазақ боксшыларының ерекшелігі неде? Олар тек күшпен емес, ақылмен, жылдамдықпен, тактикалық оймен ерекшеленеді. Бокс болашағы туралы не ойлайсыз? Қазақстандық жас боксшылар жыл сайын дамып келеді. Болашақта әлемдік аренада әлі де көп чемпион шығатынына сенемін. Енді үшінші тапсырмада айтылыпты, мәтіннен етістік жұрнақтарын тауып, етістік жұрнағына ұқсайтын жұрнақтардан ажыратыңдар деп жазыпты. Жауабына жазып аламыз. Ортақ етістікке айтылысты, сөйлесті, жазылысты, ал өзгелік етістікке көтер, сөйлет, аудар. Төртінші тапсырма бізде деңгейлік тапсырма екен. Бірінші деңгейде айтылыпты, мына етістіктерге ортақ етістік жұрнағын жалғап, сөз тіркестерін құраңдар деп жазыпты. Түсін, көтер, сөйле, аудар деген сөздер екен. Енді оған жазып аламыз. Түсісті, 2 адам бірге түсті. Көтерілісті, бірге көтерді. Сөйлесті, 2 адам сөйлесті. Аударылысты, бірге аударды. Ал енді екінші деңгейінде айтылыпты, ринг, раунд, федерация сөздерін сөздіктерден қарап мағынасын анықтаңдар деп айтыпты. Жауабына жазып аламыз. Ринг дегенге бокс өтетін алаң, раунд дегенге бокстағы уақыт аралығы, федерация дегенге жазып аламыз. Спорт түрін басқаратын ұйым деп жазып аламыз. Үшінші деңгейде айтылыпты, өздерің көрген бір бокс жекпе-жегі туралы репортаж 6-7 сөйлем жазыңдар деп жазыпты. Міне жауабы, осыны жазып аламыз. Енді соңғы 5-ші тапсырмамыз. Ода айтылыпты, егер мен чемпион болсам деген тақырыпта эссе жазыңдар депті. Жауабы міне жазып алайық. Достар, бүгінге осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Мені 1000 подписчикке жеткізіп тастау керек десе жеткізіп тастайық.